Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге жет шелпек пісіретін боламыз. Жет шелпегімізге ешқандай ашытқы салмадым, бірақ осындай әдемі болып көтеріліп шықты. Менің YouTube арнама тіркеліп кетіңіздер. Тіркелмеген болсаңыздар, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, қып-қызыл әдемі болып пісті. Азғантай уақытта тез дайын болатын жет шелпегіміздің рецептін ұсынамын. Ол үшін бізге су, 1 стақан жылы, 1 стақан сүт жылы, тұз, 1 шай қасық, 1 ас қасық майонез, сода және қант қажет болады. Барлығын салып, ыдысымызға араластырып аламыз жақсылап. Сосын үстінен електен өткізіп, ұнымызды салып, қамыр елейтін боламыз. Қамырымыз қатты жұмсақ болып кетпесін. Орташа қамыр болса жаюға өте ыңғайлы болады. Міне қамырларымыз осындай. Ұнды қажетінше сала берсеңіздер болады. Қаттығы билеп қоймаңыздар. Міне қамырымыз дайын болды. Бұны 5-10 минутқа қалдырып қажеті жоқ. Оны себе отырып, қамырымызды жетіге бөліп аламыз. Сразу жайып, пісіре берсеңіздер болады. Мен қамырым кішкене жұмсақтау болып тұр. Сіздер орташа қылып елеңіздер. Сонда қолдарыңызға жабыспайтын болады. Ұнды көп мөлшерде қосудың қажеті жоқ. Мен осылай жетіге бөліп алдым. Қатты жұқа қылмай, сосын жаямыз. Міне ұн сеуіп жая бастаймыз. Қатты қалың да болмасын, ашымаған қамыр болмағандықтан арасы қамыр болып қалуы мүмкін. Сол үшін орташа қылып жайыңыздар. Майымызды қыздырып аламыз, тапамызға құйып. Қызып тұрған майымызға шелпектерімізді салып пісіре бастаймыз. Екі бетін аударып, қызарғанша пісіріп аламыз. Міне осымен шелпегіміз дайын. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сау болыңыздар. Сіздермен болған Бағила.